Жұбайлар шаттығы. Мұхаммед Ахмад Канған. Махаббат, ғашықтық және қызғану. Бұл ұғымдардың адам жүрегінде ерекше орны бар. Адам баласы осы сезімдері үшін өмірде қаншама жағдайларда басынан өткізеді. Соған қарамастан бұл туралы орынды тұжырым айтып, не осы бір сезімдердің мағынасын түсіндіріп, шариғаттағы межесін баяндайтын пікірлерді өте аз деуге болады. Мүмкін бұған себеп адамдардың аталмыш ұғымдарды жезөкшелікке, зинақорлыққа, жалпы әдепсіздікке жатады деп ойлағандығынан болар. Бұл қате пікір. Ендеше бұл ұғымдарды талдайық. Махаббат. Махаббат дегеніміз сүю, жалын атқан жүректің сол бір адамға шүбәсіз берілуі. Ерлі-зайыптылар өмірі сүйіспеншілікпен ғана бақытты, жемісті болады. Махаббаттың кілті жүздесуден басталады. Сондықтан жоғарыда айтқанымыздай, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде жастар арасында сүйіспеншіліктің пайда болуы үшін құда түсіп жатқан қыздың жүзін көруді меңзеген. Мұғира ибн Шуғба, Аллах оған разы болсын, мен бір әйелді айттырып келгенмін. Аллахтың елшісі, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оны көрдің бе деді. Мен жоқ дедім. Сонда Аллахтың елшісі, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оны көр, өйткені көру араларында сүйіспеншіліктің орнауына себепші болады деді деген. Көптеген адам, әсіресе мұсылман жігіттер мен қыздар, махаббат туралы сұхбаттасудан, сөйлесуден бас тартады. Тіпті көпшілігі мұны харам деп те ойлайды. Сондықтан жүректері біреуге берілсе, өздерін күнәһар санайды. Махаббатты күнә деп есептейтін адам оны пасық адамдардың түсінігімен түсінгені. Олар махаббат туының астында бір-бірімен етене араласу, түнді бірге өткізу, қалжыңдасу, билеу, ішу, тіпті зина жасау тәрізді шариғатқа қайшы істерге барады. Алайда махаббат ұғымы бұл аталғандарға кереғар ұғым. Еркек пен әйелдің бірін-бірі сүюі, Аллах тағаланың адам жүрегіне сыйлаған сезімі, ер мен әйелді бірінен бірі мұқтаж етіп қойған жаратушының құдіреті. Аллах тағала Құранда адамдарға әйелдер, балаларды қызға сүюі әдемі етіп көрсетілді деген. Сөйтіп Аллах тағаланың өзі адамдарға бұл құмарлықты, жақсы көруді әдемі етіп берген. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, мен дүниеде әйелдер мен хош иісті жақсы көремін, және менің қуанышым намазда деген. Егер еркек пен әйел бірін-бірі сүймесе, тұрмыс құрудың да, отбасы болудың да, ұрпақ сүюдің де мәні болмас еді. Бірақ Аллах тағала сүйіспеншілік сезімін еркек пен әйелдің арасында харам байланыстардың болуы үшін берген жоқ. Керісінше олардың араларында заңды жұбайлық қатынастар орнау үшін табыстады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жақсы көргендер үшін неке қиюдан артық жол жоқ деген. Аллах тағала бұрыс жолға түсіп кетуден сақтандыру үшін мұсылман адамға әуелі көзге сақ болуды бұйырды. Өйткені көз жүректің кілті. Сондай-ақ бөгде әйелмен жалғыз қалу, қол алысып, сүйісіп амандасу сияқты іріткі мен сорақы істердің бастамасы болатын амалдардың баршасы да харам. Өйткені мұндай қатынастар жүректегі пәктіктің бұзылуына себепші болады. Егер жүрекке шоқ түссе, нәпсіні жүгендеу мүмкіндігі жоғалады. Аллахтың мейіріміне бөленгендер болмаса, басқаның бәрі шырмауыққа оралады. Қорыта айтқанда, сүюде кінә жоқ, бірақ махаббат сезіміне бөленіп, харам істерге жол беруге әсте болмайды. Дегенмен еркек пен әйел бір-біріне көз салса, оңаша қалып қойса, немесе әңгімелесулері себепті бірін-бірі жақсы көріп қалса, олар бұл үшін күнәға батпайды. Өйткені бұл жүрекке байланысты, олардың еркінен тыс жайт. Жүрекке ешқандай әмір жүрмейді. Алайда олар бірін-бірі жақсы көріп қалуға себепші болған істерді орындағаны үшін жауапты әрі күнәһар болады. Адал махаббатқа ешқандай кіршік түспейді. Әс-Суюти махаббаттың жүрекке жасырып, ізгілікпен жақсы көрген адамға сауап бар дейді. Бұл туралы ғашықтық кітабында талқыланады. Қорыта айтқанда, жүректің махаббат торына шырмауынан сақтанып, адам баласына тыйым салынған әрекеттерден аулақ бола білу нағыз игі істен саналады. Ғашықтық.
Ғашықтық махаббаттың шырқау шегі. Сондықтан да ол адамды ізгілікке де, азғындыққа да бастауы мүмкін. Ғашықтықтың бәрін жаман, әдепсіздік деп қарастыруға болмайды. Махаббат сияқты ғашықтықта адам баласы әмір ете алмайтын жүректің ісі. Бірақ адам баласы өз сезімін тізгінде алмай, азғындыққа салынса, харам істер үшін жауап береді. Адам ізгілікпен ғашық болып, оны жүрегіне жасыра білсе, онда оған сауап бар. Тіпті имам әс-Суйути ақыретте шахидтер қатарында тұратындардың бірі себепші болған іс харам болса да, ізгілікпен ғашықтығын жасырып өлген адам деген. Яғни ғашық адам еркек болсын, әйел болсын, сүйгеніне қол жеткізе алмай, кіршіксіз таза сезімін жұрттан жасырып, оған сабыр етіп, тіпті құсалықтан өлсе, ақыретте оған шахидтің сауабындай сауап беріледі екен. Мұндай адамның сабырын шынайы бағалап көрсек, оған берілетін сауаптың зор болатынына көз жеткіземіз. Өйткені оның ғашықтығы құмарлық соңына түскен, жұрттың абырой намысын аяқ асты ететін, орынсыз төмен дәрежедегі сүйіспеншілік емес. Ол әрдайым жүрегінде лаулаған от жанып тұрса да, өзін пәк ұстап, нәпсісін тыйып, ар ұяттан аттамай, сабырлы бола білген адамның сезімі. Алайда жүректегі сезім оның еркінен тыс. Оның бұл сезімге әмірі жүрмейді. Оны өзгерте алмайды. Ол ізгілікпен сезімін жасырып, ғашықтық дертіне сабыр етеді. Соның нәтижесінде үлкен сауапқа ие болады. Қызғану. Қызғану дегеніміз адамның өзіне тиесілі нәрселерге басқа біреудің ортақтасуын қаламауы. Бұл да махаббаттан туындайтын сезім. Адам өзінің сүйіктісін ғана қызғанады. Қызғану еркектің бойынан табылса да, әйелдің бойынан табылса да жақсы қасиет деп есептеледі. Әйел күйеуінің екінші әйел алуына қарсы тұрып, қатты ашуланып қызғанады. Бұл әйел затының жаратылысына тән қасиет. Ол күйеуінің екінші әйел алуына үзілді-кесілді қарсы болады. Күйеуіне өзі ғана иелік еткісі келеді. Себебі ол күйеуін жақсы көреді. Жақсы көрмегенде бұған мән бермес еді. Күйеуінің екінші әйел алуын қаламайтын әйелдің көп әйелдікке рұқсат еткен шариғат үкіміне қарсы келуіне болмайтындығын бірінші бөлімде айтқанбыз. Өйткені әйелдің қызғаныш сезімі салдарынан шариғат үкімдерін мойындамауға хақысы жоқ. Әйел шынайы ізгін мұсылман болса, күйеуін қызғанып екінші әйел алуын қаламағанына қарамастан, еш ойланбай шариғат үкімін қабылдайды. Осы жерде Аллах тағаланың жұмақта мұсылман ерлер үшін дайындап қойған хор қыздары болатынын айта кету керек. Мұсылман әйелдер ерлерін қанша қызғанса да хор қыздарын жоққа шығара алмайды. Себебі біріншіден жұмақта күйеуімен бірге бола ма жоқ па оны білмейді. Екіншіден жәннаттық адамның жан дүниесіне бұл дүниедегідей қызғаныш сезімінің жат екендігін әйелдер білуге тиіс. Үшіншіден, Аллах тағала жәннатта әйелдер үшін де көптеген нығмет, сый-сияпат дайындап қойған. Әрине, біз ол нығметтерді түгел біле бермейміз. Өйткені жәннатта адам баласының көзі көріп, құлағы естімеген, ойына келмеген ғажайыптары бар. Бұл жайлы Аллах тағала ешкім істеген амалдар үшін көмес, сақтаулы, қуанышты, сыйлықты білмейді деген. Демек, жұмақта еркек те әйел де қалаған рахат пен қызықтарын табады. Екеуі де толық риза болады. Олар жәннаттың осынау нығметтеріне және Аллахтың мейіріміне қол жеткізулер үшін бұл дүниеде ізгі амалдарды молынан істегендері абзал. Еркектің отбасын, әйелін өзгеден қызғануы дұрыс әрі қажет. Өйткені еркек өз абырой намысын қорғауы тиіс. Бұл қызғану үй ішінде әдепсіздіктің етек алуына тосқауыл қояды. Әйел мен қыздарын қызғанған адам бөгде кісілер алдында олардың әдепсіз, жартылай жалаңаш киінуіне, өзгелермен еркін сөйлесуіне, қалжыңдасуына жол бермейді. Бір қызығы қазіргі заманда көпшілік бұлай қызғануды қаталдық не артта қалушылық деп санайды. Алайда адамдардың батыстың жағымсыз әдеттеріне үйреніп, соның тұтқыны болғанын ескерсек, бұған таңдаудың реті жоқ. Батыс қоғамы ұят, ар-намыс, абырой ұғымын білмейтін барлық жағымсыз істерге рұқсат берген. Батыстың осындай азғындық мінезін ұнататындардың түсініктері ар-намысқа, абыройға, құрметке негізделген ислами қоғамның мінез құлықтарымен үш қайнаса сорпасы қосылмайды.
Аммар ибн Ясир және Абдуллах ибн Омардан, Аллах оларға разы болсын, риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 3 түрлі адам жәннатқа кірмейді: маскүнем, әке-шешесінің қарғысын алған және дәйюс деген. Сонан соң пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дәйюс деген сөзге үй ішіндегі бұзықтықты көріп біле тұра үндемейтін, қызғанбайтын адам деп түсініктеме береді. Сауал жауап. Сұрақ: егер уәли мен туыстары келіспесе, қызды алып қашуға бола ма? Жауап: жоқ, мүлдем болмайды. Себебі бұл ар-намысқа да, абыройға да, шариғат үкімдеріне де қарама-қайшы іс. Сұрақ: егер жігіт бір қызды көріп ұнатып қалса, қызға сені ұнатып қалдым, немесе саған құда түспекшімін деп хабар беруіне бола ма? Жауап: иә, жігіттің бұлай істеуіне болады. Сол сияқты қыздың да солай істеуіне рұқсат. Сұрақ: әдетте жігіт қызға сөз салады, ал керісінше қыз өз тілегін жеткізсе бола ма? Жауап: иә, оған құқы бар. Дегенмен мұны қыздың атынан туысқандарының бірі жеткізгені жөн. Сұрақ: үйленбекші болған қыз бен жігіттің баталасып қойған құдалықты бұзуына бола ма? Жауап: иә, егер неге қиылмаған жағдайда екеуінің де құдалықты бұзуына болады. Бірақ жігіт қызды айттырып қойып, сосын басқа біреуге ауып кететін болса, яғни өзгенің қызын ақымақ еткені үшін, ол ар-намыссыз күнәһар болып табылады. Сұрақ: қыз бен жігіттің бір-біріне неке жүзігін тағу үкімі қандай? Жауап: үйленгендіктің белгісі ретінде жүзік тағу әдетке айналды. Бұрын мұндай әдет мұсылмандарда болмаған. Негізінде әйелдерге сән, әсемдік үшін жүзік тағуға болады. Ал ер адамдардың алтын жүзік тағуына шариғат рұқсат етпейді. Күміс жүзік тағуға болады. Ең дұрысы үйленгендіктің белгісі ретінде жүзік тақпау.